Бәріңізге сәлем достар, қайырлы күн бәріңізге. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздер білесіздер, Красный Бархаттың торты да, пирогы да бар, иә. Красный Бархаттан да осындай пирожнилар жасауға болады. Менің каналыма тіркеліп, жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Ендеше бірге жасайық. Сетіден өтіп тұрған ұнымыздың үстіне разрыхлителімізді қосамыз, 1 шай қасық. Содан кейін красителімізді қосамыз, қызыл түсті 1 шай қасық. Құрғақ қоспамызды қосқаннан кейін барлығын венчикпен араластырамыз. Біздің майымыз бөлме температурасында тұрған жұмсақ болуы керек. Майымыздың үстіне қантымызды қосып, жақсылап миксерлейміз. Және майымыз сапалы болуы керек. Сол кезде біздің пирожниларымыз жақсы болып шығады. Барлығын жақсылап араластырғаннан кейін үстіне 1 жұмыртқамызды қосып, тағы да миксерлейміз. Барлығын біркелкі болғанша араластырамыз. Осы сұйық массамыздың үстіне жаңа дайындап қойған құрғақ қоспаларымызды қосамыз. Мен ыдысым кішкентай болғасын араластырдым үлкен ыдысқа. Барлығын жақсылап миксермен тағы да араластырамыз. Барлығы жақсылап араластырғаннан кейін үстіне бөлме температурасында тұрған жылы сүтімізді құямыз. Миксермен тағы да араластырамыз. Міндетті түрде біздің сүтіміз жылы болуы керек. Барлығы біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Дайын болғаннан кейін кондитерский осындай қалташаға құйып шықтым барлығын. Противеніміздің үстіне пергаментная бумагамызды қойып, үстіне осылай дөңгелек етіп форма жасап шығамыз. Осындай қалташамен құйсаңыздар ыңғайлы болады, әрі барлығы дөңгелек бірдей болып шығады. Мен барлығын құйып шықтым. Пешімізді алдын ала қыздырып қойып, 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Енді біз пирожнидің кремін дайындаймыз. Құрғақ ыдысымыздың үстіне творожный сырымызды салып, үстіне сахарная пудра саламыз, немесе қантын өзін қоссақ та болады. Екеуін қосқаннан кейін миксерлеп аламыз. Ыдысымыз құрғақ болуы керек, сол кезде біздің креміміз жақсы болып түседі. Осы массамыздың үстіне сливкемізді құямыз. Бізде сливке 33% болуы керек. Барлығын жақсылап қоюланғанша араластырамыз. Біздің креміміз дайын болды. Бізде осындай қою, өз формасын ұстайтындай крем болуы керек. Біздің корждарымыз да пісті. Кремді мен кондитерлік қалташаға салып алдым. Енді корждардың параларын тауып, бір-бірін сәйкестендіріп, кремді ішіне салып шығамыз. Бұл пирожнилар сіздің дастарханыңыздың сәнін ашады және өте дәмді болып шығады. Барлығын жасап болғаннан кейін холодильникке кем дегенде 2 сағатқа қойып ұсынсаңыздар болады. Оған дейін кремі сіңуі керек. Және корждарда жұмсақ болуы керек. Мен осындай кішкентай қылып жасадым. Барлығын сіздер үлкендеу қылып жасасаңыздар 24 штук шығады. Корждары 24, екеуін біріктірген кезде 12 штук шығады. Менде кішкентай болғандықтан көп шықты. Міне қыздар, біздің пирожниларымыз дайын. Өте әдемі әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер және менен осындай тәттілер күтіңіздер.